Зәресіне не дайындарыңызды білмей жүрсеңіз, осы хчини жасап көріңізші. Мен бұны бірінші рет жасап тұрмын. Бұрын үнемі тиктоктан көріп қалып, аузымның суы құрып жегім келеді де, бірақ жасалуы қиын шығар деп жүрсем, оңай тез-ақ жасалады екен. Ең әуелі картопты аршып тазалап, суға қайнатып аламыз. Піскеннен кейін тұзын салып, бөлек ыдысқа езіп алғаннан кейін үстінен бір жұмыртқа, сырды үкішін өткізіп, араластырып, қалауыңыз бойынша укроп қосуға болады, қоспауға да болады. Содан кейін бір шай қасық мен разрыхлитель қостым. Кейін 2 стақандай ұнды қосып, әуелі қасықпен араластырып, одан кейін қолмен иледім. Қамыр осылай жұмсақ болып шығады екен. Оны 20 минутқа иінін қалдыруға қойдым. Дайын болған қамырды бөліктерге бөліп, кішкене ұн сеуіп, боқтаудың көмегімен дөңгелетіп, жұқалап жайып алдым. Осы кезде табамызды пешке қойып, ешқандай май құймаймыз. Қыздырғаннан кейін құрғақ табаға жаңағы қамырымызды салып, 2 жағынан қызартып пісіріп аламыз. Дәл осылай түсіріп алғаннан кейін ыстық кезінде осылай жақсылап тұрып, майды аямай жағу керек 2 жағына да. Осылай дәмді хчини деген